Алтын күн астана, алтыннан аласа, ерліктің дастаны, еліме қараша, ешіден ертеген таңқама шықты ғой, намысын бермеген қазағым мықты ғой. Бөбекжайымызда әр дүйсенбі күні балаларымыз тәрбиешілермен бірге Қазақстан Республикасының гимнін шырқау дәстүрімізге айналған. Бұл дегеніміз біздің өскелең ұрпаққа қазірден бастап елін, жерін сүюге деген патриоттық сезімдерін ояту, және де еліміздің рәміздерін құрметтеуге, оларды бағалай білуге деген құрмет. Біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында оқушылардың бойына ұлттық мүдде құндылығын дәріптеу мақсатында, оқушыларды патриоттыққа, отаншылдыққа, мемлекетшілдікке тәрбиелеу мақсатында, өз отанымыздың мемлекеттік рәміздерін сүйіп өсуге тәрбиелеу мақсатында мектебімізде әр апта сайын дүйсенбілік лездеме өтеді. Сол дүйсенбілік лездемеде оқушыларымыз жаппай мемлекеттік әнұранды орындайды. Осы біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында мемлекеттік рәміздерді дәріптеу мақсатында әр сыныптарда орта буын, бастауыш буын және де жоғары сынып оқушылар арасында менің туым, менің мемлекеттік рәміздерім атты әртүрлі тәрбие сағаттары, әртүрлі іс-шаралар өтуде. Қазақстан Республикасының рәміздері еліміздің ең басты белгілері, нышандар екені жалпыға аян. Жалпы ауданымызда осы бағытта, яғни мемлекеттік рәміздерді насихаттау барысында жылына 2 рет аудан әкімінің төрағалығымен Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері жөнінде аудандық комиссия отырысы өткізіледі. 90 сайын мекеме бөлімдерге мониторинг жұмыстары тұрақты жүргізілуде. Сондай-ақ аудандағы білім беру ошақтарында, балабақшаларда, мемлекеттік мекемелерге арналған және де басқа да маңызды іс-шараларды өткізуде мемлекеттік нышандар арқылы жас ұрпақтың санасына отанымызға деген құрмет пен сүйіспеншілік сезімін сендіруге аса зор мән беріліп келеді. Рәміздерді қадірлеу, елдікті қадірлеу, рәміздерді насихаттау, елдікті насихаттау болып табылады. Сондықтан да оның дұрыс және ауқымды жүруіне мемлекеттің ішкі саясаты үшін өте маңызды.